армысыздар, құрметті астаналықтар, және астаналық болсақ қой деп іштей ойлап қойып жүрген Астана қонақтары. Қош келдіңіздер. Жалпы мына Астанаға келген астаналықтар мен Астана қонақтар мен астаналықтарды бірден айыруға болады. Бірден біліп тұрасың, кім астаналық екен, кім Астананың қонағы екен. Өйткені Астанаға келген қонақтар айналадағы салынып отырған ғимараттарға, концерттерге, жаңағы көшеде отырған концерттерге қарап жүрсе, астаналықтар аспанға қарап тұрады. Жаңбыр жауып кетпесе екен бүгін деп. Келген қонақтар бір жақсы бір көңіл күймен қайтса екен деп жатады. Негізі мына астаналықтар көшеде жүргенде алдында жүреді. Гид болып жүреді көшеде. Өзі білмесе де, бірақ білетіндей бәріміз қайтып жүреміз. Артында келген қонақтар жүреді. 3-4 баламен, тағы папасы, мамасы бір-бірімен ұрысып жүрулар. Қоймаңдар деймін, аузыңды ашпай жүрді. Артынан қалып қойма, мына кел. Жылама болды, жылама. Қазір үйге кетесің, жылама болды. Үйге кетесің, автобусқа салып жіберем, бітті. Автобусқа салып жіберем, сосын қаласың, бітті, қаласың. Ана бала бітті, одан кейін суда сұрамайды ғой шөлдеп тұрса. Қарны ашпаса да жыламайды, бірақ қалып қояйыншы, осы Астанада кетіп қалмайын деген секілді. Жалпы енді біз Астананы баршамыз жақсы көреміз. Астананы енді бүкіл астаналықтар біз өзіміз жалпы Астанаға шаң жолатпаймыз. Қанша жерден суық болсын, қанша жерден жаңбыр жауып тұрсын, біз Астанамызды бәрібір жақсы көреміз. Бір ағамыздан сұрап тұр, былтыр осы Астанада жаз болды ма десе, ағамыз айтады, болды, бірақ мен ол күні қалада болған жоқпын деп жатыр. Десе де Астананың енді ауа райы биыл тіпті ерекше. Жаңбырдың да көкесін көрдік, қардың да көкесін көрдік. Тіпті бар ғой енді ауа райы тіпті. Біз қазір не киіп шығатынымызды білмей қалдық шыны керек. Таңертең шорты киіп тұрасың, түстен кейін пальто киіп жүресің, түнде дубленка киіп жүретініміз болады. Бұл Астана өз. Биыл Астананың енді Астана енді 17-ге толып жатыр, білесіздер. Астананы да түсінуге болады. Мінезі ауыр болып тұрған биыл переходной возраст Астанада. Астанада биыл переходной возраст 17-ге толып жатыр, мінезін көрсетіп жатыр. Біз осы переходной возраст дегенді енді түсініп жатырық қой. Біздің кезімізде переходной возраст деген түсінбейтін едік қой. Әйтеуір бір құлдап жүретінбіз, сөйтсек переходной возраст екен ғой, оказывается. Қазіргі балдар переходной возраст дейді сразу. 16-17-ге толса біліп алған. Бірінші бытшыт болады, папасымен мамасы еді, переходной возраст қой, ештеңе айтпаңдаршы дейді. Біз переходной возраст не екенін білмей кеттік. Мысалы мына Астананың келген, жалпы біз өзіміз қонақтар, басқа елден келген, бізді Астананы көпшілігін телевизордан көреді, келгеннен кейін басқаша елестетіп жатады. Енді қала болғаннан кейін оның жақсы жағы болады, оның да кішкене шет жағы болады деген секілді. Енді смотря қай жаққа түсіп қалды, соған байланысты жақсы көріп кетеді Астананы. Леубергте туыстары болса мақтап кетеді. Енді Көктал жақта туыстары болса біздің ауыл секілді екен ғой деп кетеді мысалы. Әркім Астананы әртүрлі айтып жатады. Біз өзіміз шыны керек патриот екенбіз. Біздің астаналықтар өте патриотпыз. Біз Астананың қай жерінде тұрсақ та мақтаймыз Астананы. Правый берікте тұратындар айтады, маған правый берік ұнайды. Левый берік вообще ұнамайды маған. Вообще ұнамайды маған. Тып-тыныш. Ешкім жоқ сияқты сол жаққа барсаң бар. Гаи көп, сосын жүре алмайсың. Правый берік күшті дейді. Адамдар көп, магазиндер көп, не керек бәрі қасында, маған правый берік ұнайды дейді. Левый берікте айтады, маған вообще правый берік ұнамайды. Сол жаққа барсаң миым ашып кетеді бар ғой, кәдімгі бар ғой. Мұшыда дүкен ештеңе жоқ болса да керегін алып келем үйге. Сосын рахат тып-тыныш тұрам дейді. Левый берік, правый берік былай тұрсын. Көктал жақтағылардың өздері де кәдімгі бар ғой, сол жақты мақтап тұрады. Келген туыстары болса, туыстарын айтады. Туыстар айтады ғой, мына жақта да біздің ауылдың үйлері сияқты ғой десе, біз қайтеміз? Біз уверенно, конкретно кеудемізді көтеріп тұрып, кәдімгі бір генпланда істейтін секілді, архитектурада жұмыс істеп отырған секілді айтасың ғой. Ертең мына жақ сносқа кетеді дейсің. Мына жаққа күшті үйлер салынайын деп жатыр дейді. Ана жерге екінші вокзал салынайын деп жатыр. Ертең осы жақ гүлденеді дейді. Қосшы жақта тұратындар айтады, Астана бізге қарай өсіп келе жатыр дейді. Бізге қарай өсіп келе жатыр. Ертең мына жер ертең білесіңдер ме, бір жерден $100,000 дейін барады деп олар күшті болып отыр. Вокзалдың артында тұратын, 96-та тұратындардың өздері үмітсіз емес. Олар айтады, Астана өссе өсе берсін ана жаққа, бірақ газ біздің жақтан кіреді деп отыр олар. Қай жерде тұрсақ та біз Астананы мақтаймыз. Астананы өйткені жақсы көреміз. Өйткені Астана күннен күнге өркендеп келе жатыр, гүлденіп келе жатыр және көңілді болып келе жатыр. Бүгінгі концертіміз көңілді Астана. Сіздер үшін қош келдіңіздер.